Ассаламу алейкум. Мына самсалардың қамыры елеп ұзақ күтіп және әр қайсысын жаюдың қажеті жоқ. Қамыры өте нәзік және 10 минутта дайындалады. Мұндай дәмді самсаны әлі жеп көрмегенсіз. Бүгін сіздермен бірге осы самсаны бірге дайындалатын боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Каналыма тіркеліп, лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Каналымда апта сайын жаңа рецептер шығады. Бисмилля, дайындауды бастайық. Бізге бір жұмыртқа керек болады, бір қасық тұз керек болады, және де 100 грамм сары май. Барлығын жақсылап араластырамыз, сары майымызды ертіп аламыз. Бөлме температурасындағы немесе осындай еріген сары май болса жақсы болады. Бұл самсаның қамыры өте нәзік, песочный тесто сияқты болып шығады. Ұнды електен өткізіп қамыр илеуді бастаймыз. Қазір ораза кезі болғандықтан ауызашарда қонақ шақырып қойған болсаңыз, осы самсаңыз тез дайындалады және қонақтарыңызға ұнауы әбден мүмкін. Неке ұнды електен өткізіп алдық, енді үстіне бір қасық қопсытқыш салып, ұнды осылайша қолымызбен үгітіп илеп бастаймыз. Қатпарлы самса істей алмайтын болсаңыздар, бұл рецепт дәл сіздер үшін. Неке қамырымызға енді жылы су салып, тағы да әрі қарай жалғастырамыз. Қолға жабыспайтын неке қамырымыз дайын болды. Енді салафан пакетке орап, мұздатқышқа қойып қоямыз. 1 сағат, 2 сағат тұрса өте әдемі болады. Оған дейін біз салмасын дайындаймыз. Салмасына 2 пияз қолдандым. 2 пиязды турап, немесе блендерден өткізіп, осылай фаршты қосамыз. Фаршты өзіңіздің қалауыңыз бойынша қоссаңыздар болады. Үстіне тұз, қара бұрыш, қызыл бұрыш және де зыра қосамыз. Зыра қоссаңыздар дәмі керемет болады. Неке қамыр менде 1 сағат, 1,5 сағаттай холодильникте тұрды. Енді жайып аламыз. Жұқалап жайған дұрыс. Қамырымыз өте оңай жайылады. Қамырды жайып алдым. Қамыр менде үлкен болғандықтан ортасынан бір бөліп алып, осылай жиырып алдым. Қыздар, қамырды 2-ге бөліп істеп жатырмын. Видеода көріп тұрғандарыңыздай қамырды 2 жағынан осылай ортаға қарай жинасақ, осындай бізде жиырылған қамыр дайын болады. Қамырды әрқайсысын осылай бөлек-бөлек жайып жүрудің қажеті жоқ. Видеода көріп тұрғандарыңыздай етіп 4 бұрыштылап кесіп аламыз. Бұл самсаның ерекшелігі осында. Қамыры өте тез дайын болады. Асығып тұрған болсаңыздар, өте керемет рецепт. 2 жағын осылай ортасына қарай түйіп аламыз. Немесе 2 ұшын шығарып қойсаңыздар да болады. Қамырларымыз неке барлығын осылай әдемілеп түйіп алдым, дайын болды. Противенге орналастырып, үстіне жұмыртқа жағып шығамыз. Сарысын және ағын бірге жақтым. Оған дейін печкамызды қыздырып қоямыз. Менде печка 180 градуста піседі. Әркімнің печкасы әртүрлі болғандықтан градустарды әртүрлі болуы мүмкін. 180-200 градуста 25-30 минуттай пісіріп аламыз. Әрине қызарғанына қарай тұрасыздар. Қызарған кезде дайын болады. Неге біздің осындай әдемі самсаларымыз дайын болды. Өте оңай және әрқайсысын бөлек жайып отыруға ерінетін қыздарға өте керемет рецепт. Сіздерге ұнаған болса каналыма тіркеліп, маған лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Сіздерден қолдау күтемін. Апта сайын жаңа рецепттер шығарып отыратын боламын. Менің контентімді қолдап отырыңыздар. Instagram, TikTok және YouTube каналдарыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Айсұлу Нұриден қызы. Ауызашарға осы самсаларды дайындасаңыздар, қонақтарыңыз тамсанып қалуы әбден мүмкін. Сіздерге ұнады деген үміттемін. Ұстап жатқан оразаларыңыз қабыл болсын.